Біздің үйдегілер тойдан қайтқанда. Ахмет, ен тойға бармай қойшы болшы. Ой, бармаған емес, алда Асқардың баласын тұсау кесері ғой. Барам деп қойдың ба? Кесем деп қойдым. Ой, сорлы, тұсау кесейін деп отырмын ба? Жетісіпсің. Одан бөлек ана Сәбит баласын пішірем деп отыр. Оны да кесіп бересің ба? Молда бар шығар оларда, сорлау. Менің байым бүгін ішпеді ғой. Қой жай. Ай, не ішпедің? Неден ішесің, сорлау? Сен ішіп отырсың ғой, айуан, сен апайдан біреу керек қой. Жайлап ішсе, жайлап. Бір үйден бір адам ішу керек қой. Өтпеді. Той күшті өтті. Бәлі сорлы, далада жүрдің ғой, ұялдың ғой ішке біреуге. Жайшам? Бала шағыңмен жеті маймылдың анасы ұстап жүрсің ғой, бір столда. Отсақ не болды? Жанында тұрып тұрған кім екен білесің ба? Кім? Құдаң ғой, сорлау. Орын жоқ, ұялғанмай, ойбай. Айуан дастарханға бас кесе неғып жағаласып отырсың сен? Ойбай, енді сен жесін дедім. Ондай жерде маған қамқор болмай ақ қойшы. Тем более ол тойға біз шақырмапты ғой, айуан-ау. Неге мәсін? Жаңа тамада ойында берген тефалі ол. Қалай бермейді сорлау шешеу? Бергенше ұрдың ғой мұнамен, мына жаға майсыртсамсың ғой. Қаштың ғой ана тойдан. Жайшам? Неден қашпаймын, бүкіл еркек мені қуып жүр, ана қатынды ұстады. Темекіні қою үшін насыбай атып кетем ғой, брат. Екеуінде қоямай азың ғой. Райондағы бақош, братан. Кеше үйде қызып болады. Папаш нан турауға пышақ сұрайды ғой. Емен ұмытып кетемін, өзім шаппамын берем ғой. Анау қан ғой. Пышақтап сала берген қалтама жумаған ғой. Сен де пышақтаймын. Алдына барам ғой, короче. Чё хочешь деймін. Чё хочешь деймін. Маған айтады ғой. Один виски, один стейк дейді ғой. Жайшам ғой, братан. Официант екем ғой, брат. Шығып кеткенсің ғой. Братан, конкретно өзіңнің үйреткеніңді істедік. Жазып жіберіңдер ме не? Папаш келді ғой. Не болды, братан? Бармай ақ қойсын да шәне. Братан, просто қыздар ғой. Арасында ерке есім ағам болса ше. Бара бермеші. Не істейтін болдың я, біраз күн? Тоқта, не болды, брат? Сен, ағалас көріп қойшы. Не істейтін болдың, айтсайшы. Звондаш? Кімге, братан? Мамашы келді, звондаш. Ауызын айыршы, мама айдап. Мама! Не болды саған? Жаймен тақалмашы, лифтіде тұрған жоқ қыз ғой конкретно. Қалай тақалманы? Жүрші, сыртқа шығып сөйлеспей мен осы жерде тұрамын. Туалет қой мына жер, женскийге кіріп кеткенсің, братан, жүрші. Киіп алшы бұтыңа. Қарындасың такси керек па? Керек қой. Бәл өй, қолыңды ашып тұрсай, тоқтайды ғой. Таксист Мура. Қазір абайламасаң бар ғой, жол тайғақ. Бұндай кезде қатын жанында жату керек қой, майгат деп. Майгат, қатын сағын. Қарындасың мына жерден қалай еді? Қайда? Сіздің жүрегіңізге. Жүрек. Ағай, шәуілдерге қайта бересіз ау? Қайтпаймын, ояққа бармаймын, толық болған ояқта. Ояқтағылар кемеңдер деп жатыр ғой. Айтсам, қай жер қалай еді мына жерден? Мен жүрегіме ма? Жағай шәуілдірге апарып тастаймын сен, құрышы сояқ. Аға, колос 500 барасыз ба? Барғанда о 500 теңгеге тышқан көтін көрсетпейді ғой қазір. 1000 теңге аға. Мышыққа жобаладың. 2000. Көрсетесің ба жотам? 5000 аға. Көрсетем мен. Отсай. Кеше жаныма бір ақсақал отырды. Көпті көрген кісі ғой. Тура жолда таймау керек дейді. Бірақ мына жолда қалай таймайсың, көкіміз ғой. Или мен ол кісінің айтқанын түсінбедім ба? Ішіп ағам ғой кеше. Кореядан машина алдырып жатырмын братчика. Бағалар удай емес па? Сол удай бағадағы судай тегін қылып жеткізіп беретін ағам бар өзі. Кім? Серік Жайықбаев деген кісі. Сенің серіктесім Серік қой. Сол кісінің инстаграмына, ватсабына жазсаңдар болады.